Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Қалмақан Жарбат Нұрмұханұлы. Мен физика пәнінің мұғалімімін. Мен бүгін сіздерге 9 сынып физикасындағы күрделі тақырыптардың бірі Резерфорд тәжірибесі мен атомның құрылысы туралы айтып түсіндіретін бұл мақсатта альфа бөлшектерінің атқау нәтижесінде Резерфорд тәжірибесі. Сабақ мақсаттары тәжірибені жүру ретімен түсіндіру, яғни тәжірибе деген кезде бұл Резерфордтың негізгі тәжірибесі, яғни атомның құрамын зерттеген туралы айтатын боламын. Екінші, бізде ядролық модельдердің қалыптасуы, яғни атом моделінің шығу ретін түсіндіретін боламын. Одан кейін атомның құрамын ажырату, яғни атомның құрамында ортасында ядро орналасқан, ядро сыртында протон, нейтрон және де олардан сәл алшақтау электрон орналасқан. Төртінші, бізде Нильс Бор, яғни Нильс Бордың екі постулатын түсіндіретін боламын. Бірінші постулат орбиталардың стационар бойымен орналасуы, екінші постулаты ол энергия шығару немесе жұту туралы айтатын боламын. Атомның құрылымына тарихи шолу, яғни біздің заманымызға дейінгі 400 жылдары Демокрит зерттеді. Денелердің бөлініп ең соңында бөлінбейтін бөлшегін атом деп атады. Яғни осы идеямен қалып қойды. Одан кейін Дальтон 1803 жылы атомның негізгі идеясын айтып түсіндіріп бере алды. Одан кейін Томсон 1897 жылы атомның құрамында электрон бар екенін атап айтты, яғни Хиггс моделі арқылы сипаттап берді. Одан кейін Эрнест Резерфорд, яғни 20 ғасырдың 1909 және 1911 жылдары атомның құрамын зерттеп, оның құрамында ядро, протон, нейтрон, электрон бар екендігін айтып берді. Және де осы арқылы квант физиканың негізі қалана бастады. Одан кейін Нильс Бор, яғни Эрнест Резерфордтың тәжірибесін ары қарай электрон теориясының негізін қалады. Сіз әлі атомның не екенін түсінбей жүрсеңіз, онда мен сізге қазір түсіндіретін боламын. Нильс Бордың мына бір атақты сөзі бар. Квант физика сізді әлі қызықтырмаса, онда сіз әлі квант физиканы түсінбегенсіз. Резерфордтың тәжірибесі. Бізде Резерфордтың тәжірибесінде ол ең алғаш рет альфа бөлшектерді алды, альфа сызығын, сосын екінші алтын фольганы алды, одан кейін экран детекторларын алды. Бірінші бізде альфа бөлшектер, яғни альфа бөлшекті ол алтын фольганың бетіне түсірді, 15 мм немесе одан да кіші, ең жұқа алтын фольганы алып қолданды. Яғни ол жерге альфа бөлшек түсірген кезде альфа бөлшектердің кейбірі артына қайтып жатты, кейбірі тесіп өтіп алдына қарай кетіп жатты. Яғни бұл жерде айтатын қорытынды атомның ортасында өте кішкентай, өте тығыз ядро бар екен және тесіп өткендіктен ол атомның бос кеңістік бар деген тұжырымға келді. Яғни бұл тұжырымдары расталды. Бұны алдарыңызға көріп тұрғандай алтын фольга тәжірибесі арқылы сипаттап берді. Бұл алтын фольга тәжірибесі өте кең таралған, яғни фойл эксперимент деп аталады. Резерфордтың моделінде айта кететін болсақ, бұл жерде 4 заңдылық ашылды. Атомның ортасында ең кішкентай бөлшегі ядро орналасты, одан кейін оң зарядталған бөлшектер протон орналасты, одан кейін атомның құрамында бейтарап заряд нөлге тең нейтрон орналасты, одан кейін соңында электрондар бос кеңістікте айналып жүретіндігін айтты. Яғни бұл жерде айтатын дегенім, мысалға 100 альфа бөлшек түсетін болса, соның 95-і тесіп өтсе, ал қалған 5-еуі артқа қарай қайтты. Яғни бұл 5-еуі бізге ядроның барлығын сипаттап берді, ал қалған 95-і кеңістік көп екендігін айтып бере алды. Резерфорд тәжірибесі, яғни бұл біздің қазақтың ұлттық ойыны асық ату арқылы түсіндіріп бере аламыз. Біз асық атқан кезде қолымыздағы стақаны ортада тізіліп тұрған 18 немесе 10 асыққа ататын болсақ, оны кезек-кезегімен ататын болсақ, онда біреуі барлығы тиген кезде, оның барлығы алға қарай қозғалды. Яғни бұл бізде атомның бос кеңістік бар екенін дәлелдеп көрсетті. Ал сақа асық ортада асыққа тиген кезде, ол кейбірі артқа қайтады. Яғни бұл жерде біз атомның құрамында ядро бар екенін сипаттап бере аламыз. Яғни бұл да біздің қарапайым тілмен түсіндіруге болады. Одан кейін сіздерге осы Резерфорд тәжірибесін мен сіздерге Хейт Колорадо қосымшасы арқылы түсіндіріп беретін боламын. Яғни бұл жерде мен эксперимент жасаймын.
Қараңыздар, мына жерде тұрған бұл бізде альфа бөлшек, ал мынау бізде алтын фольгасы, ал мынау бізде жоғарыда тұрғандар, бұл жерден қазір мен альфа бөлшектерді жіберемін, яғни альфа бөлшектер бізде неден тұрады? Протондар мен нейтрондардан құралған. Көз алдарыңызда өтіп жатқан протондар мен альфа бөлшектер, яғни бұлар протондар мен нейтрондар. Екі протон, екі нейтрон, яғни нейтрондарды бұлардың барлығы кейбірі тіке ұшып жатыр, ал кейбірі тигендіктен олар 90 градус бойымен қозғалып жатыр. Міне 90 градуспен қозғалып жатыр, бұлар 90 градуспен. Ал қалғандары тіке ұшып жатыр. Яғни бұл бізде атом ядросының бос бөлшек бар екенін айтады. Яғни кеңістік хаос бар деп айта аламыз. Хаос деген ол бізде бейберекет қозғалыстар. Хаос. Ал 90 градуспен болып кетіп жатқандар бұл бізге ядроның барлығын дәлелдеп беріп жатыр. Міне, мен айтып жатқан альфа бөлшек осы жерден басқан кезде шығып жатыр. Альфа бөлшек. Ал бізде мынау бізде алтын фольгасы. Ағып жатқан кезде колб деп айтылады. Яғни бұлардың барлығы бізге атомның құрамын сипаттап беруге өте түсінікті. Оқушыларға түсінікті болса, енді мен бұл жерде айта аламын. Яғни атомның негізгі көлемі 10⁻14 дәрежесі метрге тең. Яғни бұл атомның ядросының кішігірім ғана бөлшегін алып жатады. Жақсы, келесі слайдқа өтейік. Бізде енді Резерфордтың планета аралық атом моделі. Бұл қалай? Яғни атом моделі дейді, планета аралық дейді. Планета деген сөзді түсініп алайық. Бірінші біздің 9 ғаламшар бар. Күн жүйесінде негізі 8 ғаламшар бар. Күнмен қосқан кезде 9 ғаламшар бар. 9 ғаламшардың ішінде ортасында біз не істейміз? Күнді айнала қозғалып, яғни ортасында күн орналасқан. Мынау бізде күн. Қалған планеталар, мынау мысалға Жер, Юпитер, осылай орналасады. Яғни бұлардың барлығын біз планетаралық модель деп айта аламыз. Яғни орбиталар жинақталған ядрода бізде протон мен нейтрон жатады, атомның қысық қабаттары жатады. Ал бізде мыналар электрондар, яғни электрондар бұлар хаосты жерде орналасқан. Яғни хаосты жер дегенде бұл бос кеңістікте орналасқан деп айтамыз. Бұл модель күн жүйесіне ұқсастығына планета күн жүйесіне бұны біз адамдар планетаралық модель деп атап кеткен. Яғни бұны негізгі идеясын Эрнест Резерфорд айтқан болатын. Жаңағыда айтқандай, ядроның жалпы көлемі 10⁻14 дәрежесі метр бөлігін ғана алады, радиусының ядросы. Резерфорд модель маңызы, яғни ол қандай маңыздылар алып келді бізге? Ядролық физика дәлелдеді, яғни Томсон моделінің қате екендігін дәлелдеп берді. Ядролық реакциялар үшін негіз айтып берді. Томсон моделі не үшін теріске шығарылды? Себебі Томсон ол жерде атом құрамында бос кеңістік жоқ, электрондар қозғалады деп айтты. Негізінде электрондар да, протондар да, нейтрондар да қозғалады. Яғни бұл жерде протон мен нейтрон екеуі бір-біріне тең, яғни гелий атомы арқылы түсіндіріп берілген болады. Келесі, енді Резерфордтың тәжірибесінің тарихтағы негізгі орындары. 1909 жылы ол алтын фольга арқылы эксперимент жүргізді. Яғни сол арқылы 1911 жылы зерттеулерінің нәтижесін көріп, физикада атомдық физиканың ядро бар екенін дәлелдеп берді. Атомның құрамында ядро бар екенін дәлелдеп берді. Ядро деген жаңағы айтқан атомның ең кішкентай бөлшегі. Яғни ол жаңа шашыраған бөлшектер, олар 90 градусқа астам кері қайтқан альфа бөлшектер. Яғни 8000 альфа бөлшектің ішінде тек біреуі ғана не істейді екен, 90 градус бойымен қиылысып кете алады екен. Енді ядроның негізгі өлшем бірлігі 10⁻14 дәрежесі метрге тең. Яғни ядроның негізгі көлемі 10⁻14 дәрежесі метрге ғана тең болады. Енді Резерфордтың бір-ақ сөзімен осы несін қорытындылағым келіп тұр. Бұл өте керемет болды дейді. Яғни снаряд оғын алтын фольгаға атқан кезде ол маған қайтып келгендей болды деген сезім тудырған екен.
Енді атомның құрамын жаңа айттым. Ядро ол атомның орталығында орналасқан, атомның радиусында орналасқан, яғни радиустың қанша бөлігін алады? 100 мыңнан 1 бөлігін ғана ядро иелене алады екен. Ал бірақ атомның массасы 99,9%-ды құрайды екен. Яғни атомның массасының 99%-ын не құрайды екен? Бізде ядро құрайды екен. Протон ол бізде оң заряд, яғни оның заряд өлшем бірлігі міне алдарыңызда көріп тұрғандай 1,6 көбейтілген 10⁻⁹ дәрежесі кулонға тең. Ал нейтрон атомның зарядсыз бөлшегі, яғни бейтарап заряд, оның енді электрон ол бізде заряд, ол -e деген әріппен белгіленеді. Бұл да электронның негізгі заряды 1,6 көбейтілген 10⁻⁹ дәрежесі кулонға тең. Бұл бізде протоннан 1836 есе массасы аз. Яғни протонның массасы электрон массасына қарағанда 1836 есе көп деген білдіреді. Электрондар бұлар бізде қабат-қабатпен орналасады. Протон ол бізде ядроны қоршап тұрады. Мына атомның құрамы айтты, жаңағы бізде көптеп электрондар, мынау электрондар өз орбиталарымен қосылып жатыр. Ал міне қызылдағы бізде некен? Протон деп аталады екен. Протон яғни оң заряд. Көктеп мына жерде нейтрондар, яғни бұлар бейтарап зарядтар деп айтамыз. Атомның ең кішкентай бөлшегі деген кезде ядро деп айтамыз. Ал дененің ең кішкентай бөлшегі деген кезде атомды айтады екенбіз. Модельдің шектеулері және Бор моделі. Резерфордтың негізгі бұл жерде маңызды мән айтып өткен, бұның кемшіліктерін айтып кетейін. Резерфорд электронның тұрақсыздығы, яғни бұл электрон тұрақты ма, тұрақсыздығы ма, соны айта алмай кетті, нақты дөп бас. Одан кейін спектр сызықтарын түсіндіре алмады. Яғни спектр сызықтар дегеніміз бұл жаңағы сутегін дискрет эмиссиясы спектрдің моделін түсіндіре алмады. Яғни олардың толқын ұзындығын түсіндіріп бере алмады, энергиясын түсіндіріп бере алмады. Одан кейін бізде электронның орындары белгісіз болды. Яғни электрондар бір қауіпсіз орналаса ма, әлде бір орбита бойында орналаса ма, оны нақты айтып бере алмады. Бұған нақты нүктелерін қойып берген ғалым Нильс Бор, яғни 1913 жылы бұл Резерфорд тәжірибесін ары қарай дамытты. Яғни Бор моделі Резерфордтың жұмысын жоққа шығармады, наоборот, оны алға қарай жылжытты. Енді келесі Бордың кванттық постулаттары. Жаңа айттым ғой, бірінші постулаты ол бізде стационар орбиталарын айтамыз деді. Енді мына N1 мына жерде орналасқан. N1, N2, N3 бұлар стационар орбиталар. Міне бірінші орбита, мынау екінші орбита, мынау үшінші орбита. Яғни N деген ол стационар орбиталар санын айтып береді екен. Бұл жерде бізде электрондар не істейді бұл кезең-кезеңмен өздерінің орбиталарында ғана орналасады деді. Олар бейбірекін қауысып орналаспайды. Бірден кейін үшінші орбитада орналаспайды. Олар тек қана өз ретінде орналасады. Бірінші электрон бірінші орбитада орналасады, екінші электрон екінші орбитада орналасады, үшінші электрон үшінші орбитада орналасады деп айтты. Енді екінші постулаты бұл энергия орнын өзгерткен кезде, яғни ретімен ғана орнын өзгерткен кезде электрондарды, яғни электрондар энергия шығарады, фотон шығарады. Қараңыздар, мысалға бірден екіге өткен кезде ол энергияны шығарады, ал екіден бірге өткен кезде, не істеген екіден бірге өткен кезде, қозғалыс былай қарай болған кезде энергияны жұтады екен, ал былай қарай болғанда ол шығарады екен, бірден екіге ауысқан кезде. Міне, осыны айтқысы келді, Бордың екі постулаты. Ақсымен арғы айтады кішігірім түсіндіріп өтейін. Бор постулаттары, яғни атомдар, электрондар белгілі бір стационар орбиталарымен қозғалуы мүмкін. Бұл орбиталарда электрон энергия шығармайды. Яғни бұл жерде өздерінің орналасқан кезде ғана энергия шығарады. Немесе мысалы ана 2 мен 1, екеуі бірге тұрып қалған кезде 1 мен 2, екеуі бір неге орбитаға орналасқан кезде онда энергия шығармайды. Ешқандай энергияны жұтпайды, шығармайды. Одан кейін бізде стационар орбиталар электронның моменті квантталған, яғни кванттық энергия. Квант дегеніміз бір үлес энергияны ғана айта аламыз. Тек қана біреуіне ғана тиесілі энергияны айтып тұр бұл жерде. Келесі, бізде электрон стационар орбитада екінші стационар орбитаға ауысқан кезде ғана не істеген энергияны
шығарады екен. Ал энергия бірден екіге ауысқан кезде ол шығарады. Ал екіден бірге ауысқан кезде энергияны жұтады. Жаңа айтып өткендей. Енді бұл жерде біз H нeu дегеніміз фотон, яғни фотон дегеніміз не? Фотон дегеніміз ол энергия, яғни фотон энергиясы. Фотон дегеніміз темір бетіне түскен кезде электрондар. Ол жерден бізде энергия шығады. Міне осыны айтып тұр. Одан кейін бізде жаңағы энергия шығару кезінде электрон жоғары орбитадан төменгі орбитаға өтеді. Шығарылған фотон энергиясы орбиталар энергияның айырымына тең болады екен. Сонда 2-ден 1-ді азайтады екен. Сонда бізге фотонның энергиясын береді екен. Заманауи кванттық механикаға көшу, яғни Бор моделі 1913 жылы заманауи деген сөз, ол біздің қазіргі заманның негізгі деңгейін қалаған. Бор моделі 1913 жылы, де Брогlie толқындары 1924 жылы, арадан 2 жыл өткеннен кейін Шрейдер өзінің толқындық теңдеуін жазды. Кезден бері белгісіздік 1927 жылы өлшеулер шектеулер анықталды, яғни нақты есептеулер енгізілді. Енді қорытынды және негізгі ойларды айта кететін болсам, тұрақты орбиталар электрон тек рұқсат етілген орбиталарда қозғалады. Яғни біз бір баспалдақты басып, бірден сразу үшінші баспалдаққа көтеріп кете алмайды екен бұл электрондар. Электрондар екі ретімен қозғалады екен. Бірінші электроннан екінші электронға, екінші электроннан үшіншіден төртінші, солай орналасып кете береді. Одан кейін дискретті энергия деген орбита ауысқанда ғана энергия өзгереді, яғни фотон шығарылады немесе жұтылады. Фотон дегенді жаңа айтып өттім. Фотон электрондары, яғни темір бетіне түскен кезде ғана энергия шығарады. Яғни тарихи маңызда келетін болсақ, Бор моделі классикалық физикада кванттық механиканың өткен алтын көпірі болып табылады. Яғни атомдық физикада атомдық немесе классикалық физикада кванттық физикаға ауысқандығын айтып бере алды. Келесі келетін болсақ, енді жалпы бұл тақырыпты қорытындылай келе мен мынаны түсіндім. Оқушылар да осыны түсінді деп ойлаймын. Бізде Резерфорд атомның құрылысын зерттеп берді, құрамын айтып берді. Яғни атомның ортасында ядро, қатты бөлшек орналасқан, оның сыртқы қоршай орналасқан протондар мен нейтрондар, ал одан бос кеңістікте орналасқандар электрондар қозғалады деді. Яғни бос кеңістіктен ядро бар деп айтты. Яғни атомның нақты құрамын айтып бере алды, нақты бір қаңқасын. Ал сол қаңқаны бізге түсіндіріп берген ғалым Нильсон Бор болады. Сондықтан атом жай ғана бөлшек емес, ол өз тәртібінде заңдылығы бар бөлшек болып саналады. Соңында тағы осы сөзбен аяқтағым келіп тұр. Нильсон Бордың мына атақты сөзі бар. Сіз кванттық физика әлі қызықтырмаса, сіз онда әлі оны түсінбегенсіз деген сөзімен. Жақсы, сау болыңыздар. Сабақ қызықты болса, қолдап лайк басып кетіңіздер.